жақсылыққа жамандық. Кез келгенді сүзе беретін сүзеген бұқа байқаусызда құдыққа түсіп кетіпті. Құдықтың ішінен бар менімен сүзгілеп топырағын түсірсе де басқа түскен пәледен құтыла алмапты. Бар мені біткен соң істің жаманға айналғанын, өзінің бекерден бекер өлетінін бұқа біліпті. Біреу болмаса, біреу мені құдықтан шығарып алар деп, бұқа бар менімен өкіреді. Мұның бақытына қарай жақын арада қойшы бір қора қой жайып жүр екен. Мұның дауысын естіп, қойлармен қойшы жүгіріп келеді. «Шырақтарым, қарақтарым, шығарып алсаңдаршы!» деп бұқаларға әдеппенен, ибалықпенен күлімсіреп бұқа сөйлей бастайды. «Мені жазасыз, күнәсіз өлтірмеңдерші. Ғұмырымда жанға жамандық ойлап, қас қылмаушы едім. Менің момындығым, мінезімнің жақсылығы зеңгі бабаға мағлұм. Достарым, қарақтарым, мені шығарып алсаңдаршы. Қойшы, саған бір саба сүт, қойлар, сендерге бір шоқ жақсы шөп берем». «Қойлар, бұқаны құдықтан шығарып алып, берем деген сыйлықтарын алайық», деп қойшы айтады. «Мә, жазықсыз бейшараны шығарсақ, шығарып алайық», деп қойлар жауап қайтарады. Олар мүйізді мырзаны шығарып алады. «Демімді алып, халқымды жиып алған соң, сіздерге тәні жарылқасын айтамын, сый көрсетем», дейді бұқа ентігіп. Бірақ ажалдан құтылып, есін жиып алған соң, айдайын деп келген қойшыға «Сен өлтірем», деп өкіріп тап беріпті.